Домалақ ана кім болған? Көпшілік білмейтін аңыздар мен тарихи шындық. Қазақ даласында әулиелер мен аналарға деген құрмет ғасырлар бойы қалыптасқан рухани мәдениеттің ажырамас бөлігі. Соның ішінде домалақ ана тек тарихи тұлға ғана емес, сонымен қатар рухани аналық биліктің, тектіліктің, сабыр мен парасаттың символы. Оның есімі халық жадында қасиетті әйел ретінде сақталып, түрлі аңыздарға арқау болған. Бірақ бұл есім тек аңыз емес, нақты тарихи және рухани негізі бар, тұлғалық бейнесі айқын. Домалақ ананың шығу тегі мен өмірі. Домалақ ананың шын есімі Нұрила, ол 15 ғасыр шамасында өмір сүрген. Туған жері қазіргі Жамбыл облысы мен Түркістан облысының шекаралас аймағы деп есептеледі. Домалақ ана ұлы жүздің Дулат тайпасынан шыққан Қызай ана деген әйгілі әулеттің ұрпағы. Тұрмысқа шыққан күйеуі Баба түкті шашты Әзиздің ұрпағы, ел ішінде Қыдыр әулие атанған қасиетті кісі. Олардың Жолбарыс атты ұлы болған. Домалақ ананың ұрпақтары кейінгі ғасырларда Түркістан, Жетісу өңірінде ел билеген, елді бірлікке шақырған, текті тұқымнан тараған тұлғалар қатарында саналады. Оның кесенесі де дәл осы ұрпақтар тарапынан қайта тұрғызылып, күтіп бапталып келеді. Домалақ ананың даналығы мен рухани рөлі. Нұрила тек отбасының ұйытқысы емес, көп жағдайда ел ішіндегі дау-шарды шешкен, қарттардың, батырлардың кеңесіне жүгінетін би аналардың бірі болған. Ол кісінің ерекше дарыны, алысты көре білу қасиеті, сөзге тоқтатар салмақтылығы болғаны ел аузында кең тараған. Қандай бір жанжал, тартыс болса да, домалақ ананың айтқан сөзімен тоқталған. Ол тек әйел адамдарға ғана емес, ер азаматтарға да ақылшы, жастарға тәлімгер болған. Оның тәрбиесінен өткен ұрпақтар ел басқару ісінде әділдігімен, батырлығымен, тектілігімен көзге түскен. Аңыздар мен ел арасындағы шынайы оқиғалар. Домалақ анаға қатысты айтылатын оқиғалар 100-ден аса. Бірақ біз бұл жерде ғылыми тұрғыдан негіздеуге болатын, және халықтық дүниетаныммен сабақтас бірнеше нақты аңыз бен оқиғаны бөліп аламыз. 1. Бұлақ бастауы, домалақ ананың көз жасы. Домалақ ана жол үстінде елге белгілі бір тобырықтың шөлде қатты қиналып тұрғанын көреді. Қасындағылар да су іздеп шаршаған. Ана жайлап отырып екі алақанын көкке жайып Алладан: «Уа, жаратқан, адал ниетпен шыққан қауым шөлдеп қырылмасын, бұлақ көзін аш» деп тілейді. Сол сәтте ақтастың түбінен тұнық, мұздай бұлақ аға бастайды. Бұл бұлақ қазіргі таңда домалақ ана кесенесі маңында орналасқан, және халық оны домалақ ананың бұлағы немесе ана көзі деп атайды. Бұлақ суының дәмі ерекше әрі шипалы екені, бірнеше ауруларға ем болғаны туралы ел аузында көп айтылады. Ғылыми түсінік, геологиялық тұрғыдан бұл бұлақтардың пайда болуы жер астындағы су көздерінің жарықшақтар арқылы жоғары шығуымен түсіндіріледі. Бірақ халық санасында ол рухани себеппен байланыстырылады. 2. Үш түйе жүні ел бірлігінің символы. Бірде үш ру өзара араздасып, араздық ұлт бірлігін ыдыратуға дейін барады. Сонда домалақ ана әр руға жеке-жеке түйе жүнін беріп, үшеуін үгітіп тастайды. Жүн үгітілген соң ол былай дейді: «Көрдіңдер ме, бөлінсеңдер, осылай шашырайсыңдар. Ал енді үшеуін бірге есей». Ана жүнді біріктіріп, оны жібетіп есіп көрсетеді. Сол сәтте жұрт үйіп қалып, түсіністікке келеді. Психологиялық түсінік, бұл көрнекі мысал арқылы ұжымдық ұғымды қалыптастыру тәсілі. Бүгінгі тілмен айтқанда мінсіз эмоционалды интеллект қолданылған. 3. Тасқа айналған қол. Домалақ ананың мейірімі мен қасиетіне кей әйелдер қызғанышпен қарап, оған сынап, отты металл салып шай ішкізбек болады. Алайда ана кесені алған сәтте шайдың беті көтеріле бастайды да, сынап төгіліп түседі. Домалақ ана: «Адамға қастық ойласаңдар, кесірі өз бастарыңа тиеді» деп дұға жасайды. Сол сәтте сынап берген әйелдердің бірі қолынан айырылып, екіншісінің қолы жансызданып қалады дейді. Медицина мен токсикология сынап жүйке жүйесіне әсер ететін, ол арқылы уланған адамда естен тану, паралич, тіпті қайтыс болу жағдайлары кездескен. Аңыздауды сезіп, оның әсерінен сақтану қасиеті көрегендіктің көрінісі. Домалақ ана кесенесі және рухани мәні. Домалақ ана кесенесі Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Қостұра ауылы маңында, Қаратаудың баурайында орналасқан. Бұл жерге жыл сайын 10 мыңдаған адам зиярат етеді. Кесене алғашында күйдірілген кірпішпен салынған. Кеңестік кезеңде бұзылғанымен тәуелсіздік жылдары қайтадан тұрғызылды.
Қазіргі таңда бұл орын тек діни орын ғана емес, рухани тәрбие мен тарихи танымның мекені. Мұнда әйел адамдар жиі келеді, аналық қасиет, бала көтеру, отбасылық тыныштық сұрайды. Қорытынды. Домалақ ана, қазақ халқының әйелге деген құрметі мен аналық парасаттың айғағы. Ол, тарихи шындық пен халықтық аңыздың түйіскен тұсы. Оның даналығы, қазақы ұғымдағы ананың идеалы. Домалақ ананың бейнесі, қоғамдағы әділет, бірлік, тәрбие мен рухани тазарудың символы.